оқыту процесінде оқыту процесіне негізгі құзыреттіліктері белгіленді және олардың білім алушылардың оқу сабақтарын жоспарлауға көмектесу үшін әзірленген жиынтығы бар. Сонда мектептен деп жатыр ғой сізге? Статут правының авторлары оқыту қоры және біріккен зерттеу орталығының сарапшылары. Мектептен деп жатыр ғой? Статут технологияның негізгі идеясы ол студенттерге көмек көрсету, сыни тұрғысынан ойлау және мәселелерді шешу қабілетін дамытады. Бұл статут правында 5 топ карточкамыз бар. Бұл статут правында 5 топ карточкамыздың біріншісі жоспарлау және тапсырма. Бұл екеуі бізде көлденеңмен және де 4 құзыреттілік бар. 4 құзыреттілік олар тігінен орналасқан және де 7 оқыту әдісі. Ол 7 оқыту әдісіне сәйкес бізде 7 бағалау әдісі бар. Статут құрамындағы тапсырма карточкалары ол оқу ортасын анықтайды, бастапқы ақпараттар жинайды. Яғни қай жерде сабақтың мақсаты қандай, сабақ қанша уақытқа созылады, топта қанша оқушылар бар, осы ортаны анықтайды. Ал енді статус карталарында, жоспарлау карточкаларында ол құзыретті таңдаудан бастап, біз қандай жоспар құрамыз мақсатына қарай құзыреттерді таңдаудан бастап сабақ құру әрекеттеріне көшеміз. Енді осы жерде оқыту әдістері бар және оқыту әдістеріне сәйкес бағалау әдістері бар. Ол оқыту әдістерінде біз карточкаларының оның негізгі мақсаты осы педагогикалық тәсілдер кітапханасын құру, яғни ол жерде қандай әдіс тәсілдерді пайдалану керек екенін пайдаланып таңдаймызда, сол әдісті таңдаған әдісімізге бағалау әдістерін пайдаланамыз. Ол жерде құрдастармен, зерттеушілік бағалау әдістері бар, сол бағалау әдістерін пайдаланамыз. Енді осы оқыту әдістеріне сәйкес бізде 4 құзыреттілік әдістер бар. Оған жалпы әріптестер бұл жерде түсіндірме жасаған кезде осы статуттың бізге беретіні біз осы карточкаларды ала отырып жұмыс жасаймыз. Бұл жерде барлық жұмыс бойынша өзінің баяндалады. Мысалы сабақтың басталуында тапсырма, жаңағы бағалау, тапсырма, құзыреттіліктер, сабақтың ұзақтығы дегенімізден бәрі бұл жерде дайын. Осы элементтерді жай ғана алып қойсаңыз да бұл жерде. Бұл жерде тұрақты даму құзыреттілігінің өзі ішінде жаңағы бөлімі бар, цифрлық құзыреттердің ішінде өзінің орнату бөлімі бар, жеке әлеуметтік даму құзыреттілік және кәсіпкерлік құзыреттіліктер солар оқушылардың жай ғана күнделікті даму құзыреттері. Ал әдістерінің ішінде 7 оқыту әдісі және бағалау әдістері өзінің пункттеріне жүреді. Әр пункттің өзінің 7-8 бағалау әдісі бар, сол бағалау әдістері арқылы тапсырмаларды жеке-жеке беріп іске асыруға болады. Өзі айтып кеткендей, мысалы әдістердің ішінде көптеген сабақ оқыту барысында оқыту әдістері бар. Соның ішінде мен ойын арқылы оқыту әдісін таңдадым. Ойын арқылы оқыту әдісінде білім алушыларды, яғни студенттерді біз оқу кезінде ішкі мотивация мен ағымдағы жағдайы ынталандыру үшін шығармашылықпен айналысуға, зерттеуге, белсенді болуға және оқуға түсуге шақырады. Білім алушылар біз ойын арқылы оқыту кезінде оларға оқыту бағытталған әрекет түсіндіреміз. Яғни ойын арқылы оқыту әдісінде мысалы мені ағылшын тілін мұғалім болғандықтан natural disasters деген тақырыбымыз бар. Natural disasters-те өзі табиғи апаттар. Яғни студенттерге әр күнде өздерінің рөлдерін беру арқылы бір студенттің картошканы, екінші студенттің дауыл, үшінші студенттің торнадо деген сияқты өздері арасында диалог құру арқылы, сол рөлдерді сомдау арқылы оларға активный вокабуляр, active vocabulary деген бізде ағылшын тілінде бар. Олар өздеріне сөз қорды жинау арқылы және осы әдісті, оқыту әдісін қолдану арқылы олар өздеріне сөз қорды жақсы жинайды, естерінде қалады және бір-біріне кері байланыс жасай алады. Ал енді шынайы бағалау әдісіне келетін болсақ, шынайы бағалау әдісіне бағалау әдістерінде көп түрлері бар, соның ішінде шынайы бағалауды алып тұрмын. Өйткені бұл жерде білім алушылардың симуляциялық рөлдік ойындарды қолдану дейді. Мен сол рөлдік ойындарды қолдану арқылы олардың шынайы кері